Мына туғандар, күн сайын адам ажылық қыла албайды. Өмірінде бір жол эле фарыз. Оңой емес ажылық қылу. Қанша ақша керек, қанша денсаулық керек, қанша машақат керек, өзінің уақытында қылыш керек. Бирок Алла субхана ва таала мейірімдүүлігін қарабайсыз, субханалла. Күн сайын ажылықтың соғуын бергенге Алла таяр. Алғанға біз таярбыз ба? Біз таяр болайлы. Көптелі уақыт өтпейді бұға. Алхамдулилlah, бұл жерде оқып қой тұрған болсақ, мынаке ажылықтың дағы умранда соғу. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың Шамдан Құптанға чейинки ушул ортодогу ибадаттары. Аммар ибн Ясир радиаллаху анху. Бұл баласы Мухаммад айтат, атам Шамдан кейін 6 рекет намаз оқиды дейді. Ва қал айтат эле, раайту хабиби Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам юсалли ба'дал магриб 6 ракаат. Мен сүйкімді пайғамбары Мухаммад алейхиссаламды көргөнмүн, Шам намаздан кейін 6 рекет намаз оқиды дейді. من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. Бұл жерде дағы айтылған екен, кимде ким Шамдан кейін 6 рекет оқыса, анын күнөөлөрү кечирилет, океандын көбүнчөлүк болса дағы дейді. Абу Хурайрадан риваят, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, "Ман салла ба'дал магриб 6 ракаат", ким Шам намаздан кейін 6 рекет оқыса, лам ятакаллам фима байнахунна бису. Ушу окуп аткан ушу рекеттин ортолорунда 2 рекеттен окуйбуз да, жаман сөз сүйлөбөсө дейт да. Так. Одилна би ибадати 12 сана, 12 жылдык ибадат кылганга тең сооп берилет. Канча? 12 жыл. Бул 6 рекет бар го, 6 рекет. Уламалар айтышат, Шамдын фарызынан кийин 2 рекет сүннөт бул кошулат дейт. Демек, андан кийин да 2 кылып 4 рекет окуп койсо, фарыздан кийин 6 рекет окугандай болот дагы, иншаалла ошого ушу сооптор берилет. Бұл риваят мына азыр айткан. Удилна би ибадати 12 сана, 12 жыл ибадат кылганга тең деп атпайбы? 12 жыл. Тамаша эмес бул? 12 жыл, 12 күн, 12 ай эмес, 12 жыл ибадатка тең. 6 рекет Шамдан кийинки намаз. Не деген? Бұл риваяты Ибн Мажа жана Ибн Хузайма фи сахихихи, өзүнүн сахихинде риваят кылган. Тирмизи риваят кылган бұл хадисте. Хадисун гариб, албетте гариб хадис болса дагы фазаилда мынаке. Канча деп атат? 12 жылы ибадатка тең деп.